Кеше ана Вавилон деген киноны барып көрдік. Кстати, қалай екен? Фортуна ма, Вавилон ба? Вавилон. Дыбыссыздан дыбысты киноға ауысқандағы актерлардың жағдайы. Ол ана артист деген кинода да сол тема болды емес пе? Мына жерде енді Оскар алған еще. Соған қарағанда, видимо, ол ауыр тема болыпты актерларға. Ну да, иә. Егер екінші кино түсіріп жатса. Өздерінің біраз обидаларын көрсеткен ішіне. Да. Табиғи өзгеріске киноның жалпы өнердің эволюциясына сол кезде де қарсылар болған деген сөз. Ну, видите, жаңа нәрсеге всегда қарсылық болады. И ол қарсылықты просто по-любому сосын жеңіп шығасың. Только шыдау керек и все. Ал ендеше біз бастайық әңгімемізді. Бұл парадокс. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Асхат Садырбай, әріптесім Перизат Мырзахмет. Және бүгін бізде қонақта белгілі қоғам белсендісі, халықаралық қазақ тілі қоғамдық бірлестігінің вице-президенті Максим Рожин. Армысыздар. Біздің замандасымыз, армысыз Максим. Келгеніңізге көп рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Өзіңізбен бір қазіргі таңдағы өзекті мәселелерді талқыласақ дейміз. Себебі Максимнің көтеріп жүрген мәселелері негізі орынды. Фейсбукта енді Перизат көп отырмайды соңғы кездері. Қашып кеттім ол жақта. Мен енді жиі Максимнің өзінде танимын және ойларымен де көп оймен келсем. Мәке, экранға қарасаңыз 4 тақырып тұр. Серікқазы Көкенай аудармалар жайлы, Алмас Тоқабаев жалған патриотизм, яғни псевдопатриотизм жайлы, Жалғас Азғанбаев тілдің айналасындағы негативтер жайлы, және Яков Федоров жағымпаздық жайлы. Егер қаласаңыз, осының кез келген біреуінен бастасақ болады әңгімені, егер жоқ кейінірек десеңіз. Барлығы бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Негізі сондай бір бірінен бірі шығатын. Нәзік бір байланыс бар арасында, көзге көрінбейтін. Енді тіл негативтен бастайық, өйткені жалпы қазір өте әсіресе әлеуметтік желіде өзекті мәселе ғой. Соны тыңдап көрейік. Ендеше Жалғас Азғанбаевтың пікірін тыңдап көрейік. Тіл негатив. Шын мәнінде тіл мәселесі ол күрделі мәселе. Өздеріңіз білетіндей бізде әртүрлі тарихи жағдайларға байланысты елімізде бір ғана қазақ тілі емес, орыс тілде қалыптасты. Және тарихқа үңілсек, біздің еліміз көптеген мемлекеттерді өз үйінде қарсы алып, кезінде оларға мүмкіндік берді. Сондықтан соңғы кезде мен байқайтыным қазақ тілге деген жалпы сұраныс, қазақ тілді контентке, қазақ тілді әндерге ол әрине қуантады, бірақ басқа жағынан агрессивті, негативті түрдегі кейбір азаматтар әрине олардың жұмысы қуантпайтыны анық. Себебі мысалы мен де өзім телеарнада бағдарлама жүргіземін. Бұл бағдарлама орыс тілінде, себебі бұл орыс тілді аудиторияға арналған. Ол мен орыс тілді болып кеттім, немесе қазақша білмейтін деген сөз емес. Бірақ комментарийларда байқасам жазып жатыр, неге осы қазақша сөйлемейсің, неге бүкіл орысша сөйлейсің, сатылып кеттің ба, біз басқа мемлекетте тұрып жатырмыз ба деген. Әрине бұндай пікірлер негативті тұрғыда жеке басына тиеді. Одан әрі жалпы кейбір адамдар мысалы өте қатты орысша айтқанда әртүрлі пікірге әртүрлі реакция білдіреді, олардың жанына батуы тиіс, олар сосын тіпті қазақша сөйлеуге үйреніп келе жатса да, оны әрі қарай қазақша сөйлеуді ұялатындай болып қалады. Сондықтан тіл мәселесінде мен ойымша әрине мемлекеттік тілімізді дамыту керек, бірақ қазақша сөйлеймін деген, қазақша мүмкін сөйлей алмай жүрген, өзінің мүмкіндіктеріне қарап басқа тілде сөйлеп жүрген адамды оған тиісуге, оны бір сен біздің елдің азаматы емессің, басқа елдікі деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі президентіміздің де өзі 5 тілді біледі, бізге неге әртүрлі тілді білмеске? Қазақ тілі болсын, мүмкін орыс тілі болсын, ағылшын болсын. Не айтасыз? Не айтайын? Жалпы 2 сағаттық әңгіме ғой. Бірақ соны енді. Бұл жерде мәселе мынандай ғой, көп жағдайда біз осындай бір былай еліміз үшін маңызды деп көрінетін, шынымен де маңызды болатын мәселеде кейде біз әсіре сілтеп қарайтын жағдайымыз болады. Бұл әрине бәлкім түсінікті жағдай шығар, өйткені тарихымызды қарасақ, жалпы болмысымызды, советтің кезінде тұрған болмысымызды қарасақ, бәлкім адамдардың сондай бір уәжін түсінуге болады. Бірақ бір cancel culture-ға ұрынбауымыз керек та. Өйткені ол дегеніміз яғни? Ол дегеніміз жалпы адамның бір ғана әрекетінен бүкіл жасаған
оның болмысын жоққа шығару деген сөз да. Өйткені культура отмены қазір әлемде дендеп бара жатқан індет қой енді. Егер адам қателеседі, немесе мына жігіт, мен енді бұл жігіттің мәселесі орысша эфир үшін бір сөз естіген болып тұр ғой. Орыс тілінде жүргізеді, орыс тілінде жүргізеді, орыс аудиториясына жалпы қазақ жігіт. Дәл солай бәлкім мені кезінде қазақша жаңалық жүргізген үшін орыстар кінәлау керек пе деген сияқты ғой енді. Бұл дұрыс емес. Егер бұл жігіт мен тек қана орыс тілін сүйемін деп эфирден айтса, басқа әңгіме. Немесе қазақша білу міндетті емеспіз деп айтса, ол да басқа әңгіме. Бұл жігіттің тек қана орысша эфир жүргізгені бұл жігітті сипаттамайды. Яғни айтып отқан орынды. Енді шынында да мұны басында айтқан мәселесі де мысалға өте маңызды мәселе. Бізде қазір елде қазақ тіліне деген сұраныс өте артты. Қазақ тілді контентке, қазақ тілді мысалға қазір баяғыда бала шағасына мультфильм таба алмай жатқан ата-ана қазір Никелодиум TG'ді қазақша қосып береді деген сияқты. Бұл сұраныс. Біз бұл сұранысқа қаншалықты жауап беріп жатырмыз мемлекет тарапынан, өзіміздің белсенді ретінде тарапымыздан, бұл басқа сұрақ. Біз көп жағдайда кешігіп жатырмыз. Бірақ біз осындай жағдайларда адамдардың көкірегінен итермеуіміз керек. Максим, қараңызшы, тіл бұл қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар бір ұлттың басын тұтас біріктіретін сондай үлкен қасиетке ие ғой, иә. Бірақ біздің тіліміз қазір таңда бізді бөліктеп жатқан сияқты да. Бұл жерде осы мен Асеке мынандай да, мен тілді кінәламайын. Тіл бөліп жатқан жоқ, біз өзіміз бөліп жатырмыз. Бірақ тілді қару етіп алдық қой. Тілді біз сылтау қылдық. Инструмент. Иә. Себеп сылтау. Өйткені осы уақытқа дейін жағдайда тілді көп адам саяси құрал ретінде пайдаланды. Ал қазір ше? Қазірде біз содан кетуіміз керек. Тіл ол құрал, тіл ол кез келген ұлттың мәдениетін, салтын, мұңын сақтаған үлкен бір жаңағы қасиет. Біріншіден, екіншіден, мысалға бүгін ғана біз осы жөнінде сөйлестік бір филолог кісімен. Ол кісі айтады, біз тілдің даму тарихын қарауымыз керек. Тілдің даму тарихынан көретін дүниемізде көп. Мысалға, кейбір ұлттарда болашақ деген сөз жоқ. Кейбір тілдерде. Яғни ол адамдар болашаққа ұмтылмай өмір сүреді. Өйткені болашақ деген сипат жоқ, қасиет жоқ, сөз жоқ, ұғым жоқ. Әр тілдің сондай ерекшеліктері бар. Сол ұлттың дамуына сай, сол ұлттың тілі де дамиды. Сол ұлттың жинаған ақыл, тәжірибесі, қасиетін тіл сақтап қалады. Ал енді сен сол тілді білмейтін болсаң, сол ұлтты қалай түсінесің, сол елдегі жағдайды қалай түсінесің, сол елдің уәкілдерін қалай түсінесің, яғни адамдарын. Сен толыққанды қандай азамат боласың деген сұрақ бар қоғамда. Және де мысалға көп жағдайда елдер ойлайды, қазақ тілінде сөйлесе, міндетті түрде ол азамат жақсы адам, яғни бір тілді білу, ол барлық күнәдан вакцина сияқты да. Ондай емес. Мысалға, маған көп жағдайда өзіме ыңғайсыздық туғызатын бір мәселе бар. Осы эфирді пайдаланып айта кетейін. Қазақша білсең, сен молодессің. Яғни сен жақсы мамансың, сен жақсы адамсың. Тіл білген үшін қызметін жоғарылайды деген сияқты. Бұл дұрыс емес. Сен өз міндетіңді іске асырғаның үшін қызметің өсіп жақсы адам болып жүрген қаншалықты дұрыс нәрсе. Сен маман болуың керек. Сен өзің салаңда эксперт болуың керек. Соның арқасында сен өсуің керексің. Тек қана бір тілді білет деп жалпы адамды, немесе адамдар өздері солай ойлайды, мен қазақша білсем, немесе ағылшынша білгенім жетеді, мен сол үшін өсуім керек. Ал бізде бұл міндет қана. Бұл тенденция қайдан пайда болды? Өйткені бізде Перизат жақсы біледі ғой, ұлтың өзге, бірақ қазақша білсең,
сен мега жобалар жүргізесің, үлкен қызметтерде. Ешқандай тіпті басқа шарт та қоймайды саған. Қазақ тілін білсем болды. Оның көзқарасы, саяси көзқарасы ештеңесіне қарамайтындай жағдайға жеткізген кездер болды ғой кәдімгідей. Өйткені талай тіпті кастингтерде де мен байқағам. Мен қазақ бола тұра, бірақ өзге ұлт өкілі енді ала алмайсың ғой, бәріміздің мемлекетіміз, еліміз бір, бірақ қазақ тілін біледі дегеннен кейін плюс та. Мысалы, мен өзбекше тілін біліп Өзбекстанға барсам, олар мені тележүргізуші қылып қоймайды. Сен кәсіби деңгейіңді дәлелдеуің керек. Кәсіби деңгейіңді. Тіл білу ол кәсіби деңгей емес. Ал бізде осы нәрсе тіл білу бонус да. Жоқ, ол бонус та емес. Бұл енді сен өзіңнің дамуыңа өзің жауап бересің ғой. Яғни сен өзіңді дамытып жүрген азамат кісісің. Бірақ сен жүргізуші қабілетін болу керек. Сен студияда өзіңді ұстауың керек, сен жалпы камераға жұмыс істеу тәжірибең болу керек деген сияқты. А қазақша білгеніңмен, бұл енді мынандай нәрсе, мен де бұл толқынға ілінгем кезінде. Өткен сол үшін мен жақсы білем бұл жағдайды. Кезінде тіпті мен республикалық арналардың бірінде жаңалық жүргізген кезде кейбір азаматтар маған осы өзге ұлттың азаматтарын қазақша білген үшін ғана оларға жұмыс беріп, эфир беру қаншалықты дұрыс деген мәселе көтерген. Іштей мен онымен келісетін, өйткені мен мамандығым журналист емес. Бірақ мен журналистикаға келіп жұмыс істей бастадым. Не үшін? Тіл білгенім үшін. Сол үшін көп жағдайда интервью, сұхбат алған кезде мен үнемі тілге қатысты сенің көзқарасың деген сұраққа келген кезде мен айтамын, мені адам қылған қазақ тілі. Өткен жағдай солай болды. Мені эфирге қазақша білгенім үшін шақырды. Не үшін шақырды? Өткені қазақ тілін насихаттау керек болды ма? Жоқ әлде телеарна өзін сондай бір озық алдың қатарлы көрсеткісі келді ма өзін? Мен оны бағалай алмаймын. Бірақ мен сондай толқында эфирге келген адаммын. Және кейбір азаматтарға маған тікелей ол кезде Facebook, Twitter жоқ, ол кезде Mail.ru. Мой мир. Сол менің әлеміме адамдар жазатын. Осындай сен тек орысша, қазақша ғана білгенің үшін журналист болған қаншалықты дұрыс деп. Мен сондай дискуссиялардың ішінде піскен адаммын. Және сондай дискуссияның ішінде мен өзімді өзгерткен адаммын. Өткен шын мәнінде тіл білу, шын мәнінде ол жақсы адам болу деген сөз емес. Тіл білу ол жақсы маман болу деген сөз емес. Ол жай ғана бір адамның бір қасиеттерінің бірі. Жақсы адам, кішіпейіл деген сияқты. Кішіпейіл болған үшін адамдар қызмет жасап, қызметте өспейді ғой. Сол сияқты. Және мен сол адамдарға айтатын, сөз жоқ. Егер мен сенің орныңда мынанша есе жақсы жұмыс істер едім деп келетін адам болса, мен өз орнымды арыз жазып босатып берер едім деп айтатын. Өйткені шын мәнінде мен іштей түсінем, қазақ тілін білу ол тек қана адамның азамат ретіндегі орындаған борышы ғана, елдің алдындағы біріншіден, екіншіден оны сол адамның жеке бір қасиет ретінде қарауға болады. Бірақ ол адам бірінші кезекте маман болу керек. Бар болған сол. Өте дұрыс. Осыған байланысты бір кейс айтқым келіп тұр. Жақында ақш елшілігінің қыздарымен отырып әңгімелескенбізде, сосын айтады, арамызда бір өзіміз Жәнібек деп атап кеттік, негізі аты Джон, жақында ғана ақштан келді дейді. Ренжіп отыр дейді. Мен аншақта бір жыл бойы қазақша үйреніп келдім. Бір жыл бойы курс сатып алып қазақша үйренген. Бірақ мұнда келсе бәрі орысша сөйлейді. Қалай болды енді де? Не үшін үйреніп келдім? Кім үшін үйреніп келдім деп ол ренжіп отыр дейді. Сосын кәріс қызына үйленді дейді. Енді қазір кәріс тілін үйреніп жатыр дейді. Кәсіби түрде сол адам жалдап кәріс тілін үйреніп жатыр. Мен айтам, не деген жауапкершілік адамда? Бізде мемлекетіміз тәуелсіздік алғанына 30 жыл болса да әлі бір ауыз сөз қазақша білмейтін адамдар бар. А ол келгеніне бір-ақ жыл болды. Сол бір жылда бірнеше тілді үйреніп үлгеріп жатыр. Тек қана сол азаматтық жауапкершілігі болғаны үшін ғана, көрдің бе? Ол андай міндетсініп емес, мен сен үшін үйреніп жатырмын деген жоқ. Ол өзіне керек екенін біледі. Бірақ өкінішке қарай біз онымен қазақша сөйлеу жасай алмай отырмыз ол жағдайды оған. Мен қоса кетейінші, осы тақырыпты мен жалғастырайын. Жалпы біз көп жағдайда тіл мәселесі бұл ішкі өзіміздің ғана мәселе ретінде қарастырып, пікірсайыс ұйымдастырып, осылай түсініп жатамыз. Бұл ішкі мәселеміз ғана емес. Біріншіден, ол біздегі өзіміздің қандастарымызға тікелей әсер ететін мәселе. Шетте жүрген біздің бауырларымызға. Біріншіден. Екіншіден,
яғни бұл жердегі бұларға енді біреу сұрақ қою мүмкін, қандай әсер? Контент әсер. Жалпы олар біздің ел бойынша, ел туралы жалпы елдің контентін тұтынғысы келеді. Бірақ контент аз болса, олар ел туралы қайдан білетін болады? Мәселе сода. Екінші мәселе, бұл шеттегі мемлекеттерге әсері. Яғни біздің тілге деген көзқарасымызда сол елдерге деген әсер жатыр. Қандай әсер? Мысал келтірейін, сіз кәрістерді айтып отырсыз. Менде таныс бір кісі бар, Кореяның Сеул қаласында Орталық Азия тілдер кафедрасының меңгерушісі бар. Есімі Сон Ен Хун деген кісі. Кезінде біздің ұлттық университетте тәжірибеден өткен кісі, қазақша үйреніп алған кісі, қазақша біледі, жалпы Орталық Азия тілдерін біледі ғой енді. Және сол кафедраны ашып, сол кафедраны жүргізіп жатқан кісі. Вот сол кісіде білім алған студенттердің жағдайын айтып берейін. Мен ол кезде Нысана бағдарламасында жұмыс істеймін, 7-ші арнада. Сол жерден пікір жазып алған. 5 жыл жалпы Орталық Азияны зерттеп, Орталық Азиядағы тілдің бірін жаттап келген кәрістің қызы мынандай сұхбат берді. Мен қазақ тілін таңдағам. Қазақша сұхбат беріп тұр енді. Мен қазақ тілін таңдағам, қазақ тілін жаттап 5 жыл бойы өмірімді соған арнағам. Неге? Өйткені мен Қазақстан мен Кореяның қарым-қатынасына болашақта үлес қосқым келеді. Біздің арада қарым-қатынасымызда болашақта байланыстар көп болуы мүмкін. Сондықтан мен осыған өмірімді арнадым. Бірақ тәжірибелік жалпы уақытқа келген кезде тәжірибе алу, жалпы студенттік практика дейді ғой. Тәжірибе алмасып келген кезде менің қазақша уақыт сарп еткеніме өкініп қалдым дейді. Неге? Өйткені мен Қазақстан келген кезде қазақша сөйлесетін адам табу қиын болды дейді. Яғни қайсысы екенін айтпай қойын, бірақ еліміздің солтүстік өңіріне тәжірибеге барған. Ол жақта, иә. Сөйтіп ол айтты, мен онда қырғыз тілім бар, немесе өзбек тілін неге таңдамадым деп өкініп қалдым дейді. Яғни біздің тілге деген көзқарасымыз шетте жүрген бір кәріс қыздың жалпы несіне, көзқарасына әсер етті. Көрдіңіз ба? Сосын тағы мысалы ертең басқа бір жерден қандай да бір жоба, немесе қандай да бір әріптестік орнатқысы келетін адам келген кезде, біз онда қазақша материал жасап қиналмасақ та болады екен ғой. Орысша жасаймыз материалды, Ресейге де өтеді, Қазақстанға өтеді деген сияқты көзқарас болады. Бұл енді жалпы мен білмеймін, бірақ Қазақстан азаматына намысына тию керек нәрсе. Егер ол Қазақстан азаматымын деп тұрса. Қызық парадокс бар да, өткенде Перизат екеуміз мысалға 3-4 бағдарлама жаздық қой. Бірінші қонақта бізде Айгүл Мүкей келді. Қазақ, бірақ енді орысша ортада өскен, көп жыл орыс тілінде жұмыс істеген. Бірақ қазір ол кісі үйреніп жүр, сұхбатында біраз бөлігін қазақша беруге тырысты, айтты. Жоқ, мен көрдім, жақсы. Екінші сұхбатта бізге Олқыпан аға келді. Ол кісі айтты, Шымкенттен жастар келіп жатыр, бірақ олардың көбісі орысша сөйлейді дейді. Мен жауабын білем. Шымкентте өскен адам. Парадокс дегенде, парадокстар көп қой. Менің жұбайымның бір сіңілісі кәріс культурасына қызғып, жалпы корей тілін үйреніп алған адам. Жалпы жақсы біледі, жақсы деңгейде біледі кәріс тілін, қазақ тілін. Алматы қаласына барып жұмыс іздеген кезде кәріс тауарларын саудалайтын бір нүктеге барып собеседование жалпы. Собеседование қатысқан, сұхбаттасуға, жұмыс орнынан үміткер болып. Не үшін жұмысқа тұра алмады білесіз ба? Орысша білмеген үшін. Мәкең қазақтың күйеу баласы. Мынандай мәселе ғой. Мысалға қазақ мектептері, орыс мектептері деген мәселені зерттегенде біз осы қоғамда жалпы осы жағдайды зерттейікші дедік, қарайықшы. Оңтүстіктің жалпы кейбір аудандарында мен балам орысша білсінші деп орыс мектептеріне беріп жатыр екен. Сондай мотивациямен балаларын орысша үйреткісі келетіндер бар.
Бұл жалпы нәрсеге тереңірек зерттеу керек сияқты менің ойымша. Өйткені енді қазір көп көтеріліп жатыр ғой, қазақ балаларын қазақ мектебіне берейік деген сияқты. Бұл жерде әр адамның өзін таңдау құқығы бар әрине. Бірақ бұл мәселені зерттемей, біз нақты осы мына Шымкентте орысша білмейтін біздің достарымыздың назын шеше алмайтын сияқтымыз. Өйткені олар көріп отыр. Мен кезінде Астанаға 2006 жылы келгем. Мен сол кезде қазақша сұхбат жазып алған жағдайларымды саусақпен санай аламын. Шенеуніктерден. Яғни Астанаға келетін жас соны көріп көп ойланады. Осы орайда мынандай бір сұрақ, жаңа сөздің басында айттық қой, cancel culture бізде жоқ деген нәрсе. Бізде жақында ғана Мұхарияповтың жағдайы болды. Естеріңізде болса. Бізде ол наоборот бар. Сол бірінші көрінісі сияқты. Мұхарияповтың жағдайында ол бірінші рет көрінді. Қазақтар өмірінде бірінші рет бір оқиғаның айналасында бірігіп, барлығы кәдімгідей оның өндірілген заттардың барлығынан бас тартып, кәдімгідей тіпті жүктеп алып, нөл деген баға қойып, қайтадан өшіріп тастап жатқан жағдайлар болды рейтингін түсіру үшін. Енді қазір кеше ол кісіні ақтап шығарды деді, ешқандай преступление жоқ деген сияқты әңгімелер айтылды деді. И осы кезде қазақтарда бір мотивация қалмайтын сияқты да, қазақ тілі үшін күресу, жүгіру, бір әрекеттер жасау үшін, өйткені мемлекет жағынан қолдау болмайды ешқандай. Өйткені біз түпкі нәтижеге қарауымыз керек. Біз түпкі нәтижені қайдан іздейміз? Мотивация содан шығады. Егер біз түпкі нәтижені сол адамды нақты жермен жексен қылып тастауымыз керек деп қарасақ, біздің өкінішіміз Ген прокуратураға, жалпы ішкі істер органдарына деген өкінішпен бітеді. Біздің түпкі нәтижеміз сол өнімдердің қазақша болуын, жасалуын талап ету. Мәселе жоқ. Бас прокуратура сондай шешіп шығарды ма? Жарайды, қарсылығы жоқ. Бірақ біз артына түбіне дейін жеткенше, ол өзгермейінше, егер Рамиль, жалпы мен мынандай көзқарастамын, жалпы адамның өзін сынамаймын, оның әрекетін сынаймын да мен. Егер ол өзінің жағдайын жақсы түсінсе, жақын арада ол мынау жағдайды өзгерту керек шығар деп ойлаймын. Ол енді жалпы кешіккен әрекет. 10 жылда өзгеру керек жағдай болатын негізі. Бірақ енді мәселе көтерілді ме, ақыры біз тілдің жанашыры болсын, жалпы елді ойлап жүрген азаматтар болсын, біз осы өнімдердің қазақша шығуын түбіне дейін жеткізуіміз керек. Әрекетіміз сол, түпкі мақсатымыз сол болу керек. Ештен кеш жақсы, әйтеуір кеш те болса қазақшаланса қуанасың ғой. Енді сол күндері ол 2 күннің ішінде ме барлық парақшаларын қазақшалауға тырысты. Алғашқы болса да әйтеуір бір қозғалыс пайда болды. Қосымшаларында қазақша. Кеше мысалы TikTok па, уже бір апта болды. Бір аптада TikTok қазақшаланды. Барлығы қуанып жатыр, барлығы өзгертіп жатыр. Фейсбукте қазақшаланды. Оның барлығы сол бір жақсы ұмтылыс болып келіп жатыр да. Онсыз да бізде анау жоқ, бізде мынау жоқ деп беретіндерге қалай жоқ? Міне мынаның бәрі бар деп айтуға бір жақсы нәтиже беріп жатыр. Біздің тіл сіздер ойлағандай ешкімнің қорғанышсыз жоқ жатқан жоқ. Сұраушысы бар, іздеушісі бар. Халықтың өзі іздеді, талап етті. Үлкен әлемдік компаниялар егер қазақ тілін алға қойып жатса, демек өзімізде ары қарай қозғала береміз. Яғни ол тоқтап қалмау керек. Мен қоса кетейінші, осы жерде біз мына қапқанға түсіп қалмауымыз керек. Көп жағдайда, мысалы, мына кімнің әріптесіміздің назы, жалғастың назы, біз әуелі тілдік жағдайда қай тілді пайдалану құқығын өзімізден тәрбиелеп алуымыз керек та, бірінші кезекте. Мысалға, көп жағдайда, менде мынандай жағдайлар болады кейде. Азаматтар кейде қате жіберем Фейсбуктен, қазақша жазғанда. Өйткені кейде мен жаңағы ұялы телефоннан жазып отқан кезде басқа неге кетіп қалады. Өте кішкентай майда да. Ол бәрінде болады. Андай саусағым сосиска сияқты басып кете береді. Сонда жаңағы қате жіберсем, кейбір азаматтар маған мәке сізде андай болып қалды деген кезде мен тез түзеймін да кешіріңіз, мен әдейі жоқпын деп кәдімгі түсіндіріп кетемін. Кейде адамдар ей сен деп бастайды мысалы. Оған да кешіріңіз осындай болып қалды деп мен солай жазамын. Бірақ
ол азаматтар маған деген уәжін кирилл әрпімен жазылған қазақша нұсқада жазады да. Сонда мен сұрағым келеді, сіз жалпы әуелі тіл жанашыры болсаңыз, енді қазақ тілінде нақты әріптерін бәрін алып қолданып, немесе қазір Android, iPhone-да қазақ тілді клавиатура орнатуға болады ғой, қиын емес. Жоқ. Мына осындай мелочтардан құралады осындай мәселе. Мынандай нәрсе сондай мелочтардан құралады. Және біз мелочный болмауымыз керек қой. Мысалға, кейбір азаматтар бар, біз акцентке көп назар аударамыз. Көп адам ренжиді. Біздің ол жалпы біз өз-өзімізді мықтымыз деп айтуға ғана құмармыз да, біз өзіміздің қателігімізді айтайықшы, айта білейікші, және сол айта білген қателікті мойындай білейікші. Біз адамдарға әсіре қатты қараймыз. Абайдай білсін деп қараймыз қазақ тілін. Жоқ. Әуелі біз бірінші өз құқығымызды орындай алуымыз керек. Мен мысалға келген кезде, соңғы кезде өзіме бір серт бердім. Барған жерімде қызметті мен қазақша тұтынуға тырысам. Байқағаным, мысалға бір дәмханаға келіп, даяшыға қазақша сөйлей бергеннен, ол орысша жауап береді, бірінші рет келем жауап береді орысша, екінші рет келем жауап береді. Бірақ мен қайтпаймын, орысша емес, қазақша жауап берем, қазақша сұрақ қоям. Сөйлесем, байқасам, 5-6 кездесуден кейін жаңа кісі түсіне бастайды, что-то не то мына жерде болады. Яғни мен оған айтпаймын, сен неге маған қазақша қызмет жоқ, мен қазақша мен просто қазақша сөйлесем, ақылы бар болса түсінеді деп ше. Біз әуелі өз құқығымызды орындай алуымыз керек. Біреуден ол құқықты талап ету содан кейін іске асатын дүниеді. Және де ол қалай іске асады, ол мәселе еще сода. Осы тұста Серікқазы Көкенайдың пікірін тыңдасақ деп отырмын. Аудармалар сөйтіп тіл тақырыбын түйіндесек осымен. Біз жақында білім және ғылым министрлігін бөлдік, екіге. Сосын мектептер үшін оқу ағарту министрлігі деп алдық та, ол сөздің қайдан келгенін мен білмеймін. Неге десеңіз, біз бұрындары мектепте оқып жүрген кезде, кеңес үкіметінің кезінде, сол кезде қазақ СССР-ның оқу министрлігі деп тұратын. Ешқандай ағарту деген қосылмайтын. Оның орысшасы Министерство просвещения Казахской ССР дейді. Сонда біз ағарту деген қай жерден қосып алдық, қайдан алдық, кімді ағартайық деп жатырмыз, не үшін ағартайық деп жатырмыз, сол жағы түсініксіз. Жалпы қысқаша айтқанда біз аударма деп мүлдем жаңағы бояушы деген сақалын бояды деген жолға түсіп кеткен сияқтымыз да. Оның нақты мысалы мектептегі оқулықтар ол дұрыс аударылмаған. Соның кесірінен оны кішкентай балалар тұрмақ, өзіміз ересек адамдар түсінуден қалдық, балаларымызбен бірге оқысақ та. Сол жағынан келген кезде осы аударма бізде өте қатты ақсап жатыр. Ол жаңағы үлкен мемлекеттік органның атауында да орын алып тұр. Мысалы мен сізге бір қызық айтайын, спорт деген сөзді ешкім аудармайды. Ол француздың бос уақыт өткізу деген сөз. Ол барлық тілде спорт деп аталады. Сол сияқты адмирал деген сөз ешкім аудармайды. Оның мағынасы теңіздің билеушісі деген арабтың сөзі. Немісте, французда, орыста, қазақта бәрі адмирал деп айтады. Сол сияқты сөздердің бәрін аудара беруге қажет жоқ сияқты. Терминдер, халықаралық терминдер сол қалпында қалу керек. Өйткені біз дәл сол аударманың кесірінен қаншама адам түсіне алмай, қаншама адам уақытын жоғалтып, қаншама адам үлкен кедергілерге жолығып жатыр сондай. Сол үшін осы жағынан біз сақ болсақ екен деп ойлаймын. Осындай пікірі бар, не дейсіз? Осы жақында ғана Дихан Қамзабек ағамызбен осы мәселені сөйлесіп едік. Ол кісі айтады, әлі пациент деген сөз аударылмаған екен бізде дейді. Аудармасы жоқ, пациент. Енді ол кісі айтады да, жалпы ой осында біреу аударат шығар деп айтады да. Аударуға тырысады. Жалпы кезінде аударма жөнінде де біраз алаш арыстары, ғұламаларымызды айтып еді ғой, мысалға бірнеше сатысы бар. Мысалы, аударма сөзі, бұл сөз аударманы өзі қажет ете ме? Енді жалпы бұл филологтардың тақырыбы шығар деп ойлаймын. Бірақ шынымен де біз мына қазақ қалпымыздан артық қазақ болғымыз келетін сияқты да, кей жағдайда.
әуелі біз осы мына қалпымызды игеріп алайық деп едім да. Мысалға, орыс тілінде қаншама бір үлкен пайыздық түркизм сөздер бар. Одан орыс тілі кеміп жатқан жоқ қой. Және оны там бізде туркизм көп, жедел түрде ауыстырайық деп жүргендер де бір ғалымдарды көрмеппін мен. Олар сол осы қалпындағы ары қарай деңгейін асырып, жасайтынын жасырып жасап жатыр. Бәрін түгел аудару деген қаншалық дұрыс екенін мен білмеймін. Бірақ ол жөнінде біраз уақыт сары қисық деген аудармалар шығып кетеді ғой артынан. Біраз уақыт бұрын айтылды ғой, негізі егер бірнеше тілде ол сол қалпында қолданатын болса, мысалы интернет деген сөз, ол әлемнің қай тіліне салсаң да интернет, оны ешкім ғаламтор деп біз сияқты аударып жатқан жоқ. Онда не үшін аударамыз оны? Немесе компьютер. Ол қай тілге салсаң да, ол суахили тіліне салсаң да компьютер, оны ешкім аударып жатқан жоқ. Біз ғана оны құлтемір деп аудардық қой дейміз. Жоқ, біз және түріктер аудардық. Түріктерде де бір қызық аударма бар, соған қатысты мен естігем. Ол енді білмеймін, андай бір кейде бір асыра сілтеу болмасын деген нәрсе ғой, біздікі асыра сілтеп кететін жағдайларымыз да болады. Сосын бір уақытта болды ғой, кәдімгідей Егемен Қазақстанда ма қайсында кәдімгідей апта сайын жаңа сөздердің тізімі шығып тұратын, аударылған сөздердің. Кейде ойлаймын, сол нәрсе, сол бір есеп беру науқаны болып кетті да, барлық сөз міне аударып жатырмыз, біз жұмыс істеп жатырмыз. Біреу үшін жалпы есеп беру науқаны, біреу үшін сатира колонкасы. Әртүрлі ғой. Сол ғой, сатира колонкасы. Қолтырауындар сол уақыттарда пайда болды, деймін, қолтырауын деген аударма. Сондай нәрселер болды. Жалпы мен ойлаймын, бізге енді филологтармен көп сөйлескеннен кейін ба, сол кісілердің жалпы пікіріне жақынмын да. Бізге әуелі осы қалпымызды жеткілікті бір деңгейге жеткізу керек сияқтымыз. Әуелі сол, мен ойлаймын. Жалпы аударман шынымен де мысалға кезіндегі ағарту министрлігі дегенді мен естімеппін. Білім министрлігі, орынды. Ағарту деген мен де бір ойланып қалған осы не жүрген кезде жалпы өзгерістер. Не үшін қалай деп. Бәлкім елдің бәрін ағарту керек шығар деген ниетпен ба, бірақ ол жерде енді басым жалпы не дейді жаңағы, басым жауапкершілік балаларды ғана оқыту ғой енді, жалпы. Әлде балалар мен ата-аналарда білім алады деген ойма, қазірдің бәрі баласымен бірге сабақ жасайды ғой. Қайттан 11 класс оқып шығады. Бірақ енді біздің қалай ойлайсыз, қоғамның деңгейі соншалықты ағарту деңгейіне шейін? Енді біз неандертал деңгейінде емеспіз точно. Бірақ қоғамда дерттер бар, оны жоққа шығарудың қажеті жоқ. Дерттер, бірақ ол дерттер ағартумен ба, жоқ әлде дискуссия арқылы емделе ме, ол талқыланатын мәселе. Дискуссия керек, қоғамда үлкен дискуссия керек. Құндылықтар жөнінде дискуссия керек, қарым-қатынас жөнінде дискуссия керек. Жалпы қазақстандықтар үшін ортақ қандай құндылықтар бар? Қандай құндылықтан біз арылуымыз керек? Құндылық деп жүрген құндылығымыз. Құндылық па өзі деген сияқты. Ол дискуссия. Және де ол сауатты бір сондай конструктивті дискуссия керек та. Бізде көп жағдайда конструктивті емес, негативті дискуссия. Сосын жеке басқа шауып кетумен басталады. Сен осы тақырып бойынша сөйлемей-ақ қойшы деген нәрсе. Дәл осыған байланысты, сен осы тақырыпта сөйлемейші дегенге байланысты Евгений Дробязко деген журналистің посты шықты. Мәке жаңа көрсеттім. Ол кісі Қазақстан паспорт алып өткен жылы суретке түскен. Мен мақтанамын. Енді ол кісі қанша жылдан бері журналист, осы жерде өскен, қызмет істеді, неше жыл қазақ паспортымен мақтанамын, елім үшін осындай патриоттық тақырыптағы пост жазған, енді артынша негатив кеткен жаңағыдай. Не болды, қысылып жатсың ба? Барса, еліңе қайтса, Жириновскийлар осындайлар Жириновский болады деген сияқты. Соның өкпе назын жазыпты. Неге жаңағыдай осындай әңгімелер айтасыздар? Мен енді жаңа Мәкесін айтып отқан соң, бір сөз үшін ғана бүкіл еңбегін жоққа шығару, жеке басқа өту. Мен сізге айтайын. Сізге де жазатын сияқты осындай әңгімелер. Мен жаңа бірінші тақырыпта айттым ғой. Жалпы мынандай нәрседе көп деген саған рахмет, сенде азаматтар көп болсын деген ілтипаттардың ішінде сондай бір жаман немесе бір қисынсыз пікір жанға қатты тиіп кетеді екен. Жалғыз сол. Жаңа мұны Жәкеңнің де айтып отқан сол. Ол рас, бір түңіліп қаласың. Бірақ ол бүкіл елдің пікірі емес қой. Бұл сол ғана құтқарады сені.
сол депрессиядан немесе бір түңілуден сені тек қана бұл жалғыз жай ғана сол адамның немесе реніші немесе пікірі шығар деп өзің жұбатасың. Бірақ дәл әрине кез келген адам өзі еті бар адам ғой. Иә, етпен жеп тиетін дүниелер бар. Бірақ мен көп жағдайда бұны арамызға от салғысы келетін біреулер шығар деп қабылдайтын болдым. Иә, ондайда оған да үйрену керек шығар. Негізі адамның миы өзі солайынан жасалған нәрсе ғой. Мысалы, ақштың «Пацаны» деген бір сериалы бар. Әдемі жақсы сериал. Мынау Марвелдің супергеройлар туралы жасаған дүниелеріне бір қарсылық ретінде шығарған. Сонда супергеройлар болады, соның бір керемет ішінде ең мықтысы, ең ақылдысы ортаға шыққан кезде бәрі анаға миллиондап халық хат жазады, мен күштісің, мықтысың дейді. Бір-екі адам ғана ой, оңбаған бұл өтірікші деп жазады. Анау соған ренжиді. Соң қасында қыз айтады, саған миллиондаған халық хат жазып жатыр, сені жақсы көремін деп. Ана біреуін, сен оны тыңдамайсың, сен ана бір айтқан негативқа неге назар аударасың дейді. Бірақ ол біздің адамның қарапайым психологиясы ғой. Біз ана мына жақта бәрі мақтап жатса да, анау адамға деп қарады. Ол мынандай нәрсе да, мен де мысалға өзімді тәрбиелеймін ғой. Ондай пікірге ол адамның құқығы бар деп айтамын біріншіден. Ол құқылы. Ол олай ойлауы мүмкін. Ол мені білмейді ғой. Біріншіден. Екіншіден, ол адамға бәлкім алдағы уақытта менің ісім ол кісінің пікірін өзгертуі мүмкін. Кейбір әрекетін мысалы. Мен енді өзімді білем ғой, өйткені осы елде болашағымды көріп отырмын, бала асырап отырмын, баламның болашағын осы елде көріп отырмын. Өз-өзімді білгеннен кейін сен ондай пікірге әсіресе қатты қарайсың. Мысалы, өйткені тіпті кейде қатты пікірлер де болады. Қайбір айда мен Ерекеңнің эфирінде қазақ сөйлейтін Шорс кездесіп, біраз саясат жайында, тіл жайында, жалпы қоғам жағдайларындағы қоғамның айналасында болып жатқан оқиғаларды бір сұхбатқа келіп талқылап едік. Сол кезде адамдар ютубта жалпы көп пікір жазды. Қаттал сондай бір жаңа тиетін. Және де мен ешқайсысын өткізбеуге тырыстым, өйткені мен үшін өз ойымды сол жерде түсіндіру маңызды болды. Мысалға, ол кезде жалпы сол мына геосаяси жағдайдың ушығып кеткеннен ба, Ерекең сондай тақырып көтерейік деп шақырған. Мен үшін жалпы ұлттың бәрі бірдей емес, адамдардың бәрі бірдей емес деген месседжді жеткізу маңызды болды. Бірақ оны адамдар, осындай жағдай пайда болып еді, сендер сөйлей бастадыңдар. Мен енді бірінші көрген адамдар солай ойлап қалды. Яғни бұл жағдай болмаса, сендер олай айтпас едіңдер деген сияқты. Бірақ мен оны 15 жылдан бері айтып жүрген адаммын. Және оны біреу біледі, біреу білмейді, оған ренжімейсің. Сені тек қана ол адамдардың сен туралы хабарсыз екенін ғана жұбатады. Тақырыптарға тағы бір назарыңызды аударсам деп отырмын. Бірінен бір шығып жатыр. Жақсы келе жатырмыз. Мен ойлаймын, связка болу үшін жалған патриотизмге көшу керек сияқты. Жақсы, Алмастың пікірін тыңдайық. Енді псевдопатриоттар туралы айтқан кезде бізде жақсы сөз бар. Негізі патриотизм ең жақсы бизнес дейді. Кез келген елім, жұртым, халқым, дінім, тілім деген адамның артында міндетті түрде ол үлкен ақша тұрады. Және де ол ақша таусылған күні қарсы шығады, пікірін өзгертеді. Ал ақша берілген күні ол таусылғанға дейін кәдімгідей елім деп егіліп, халқым деп күңіреніп, кәдімгі күндіз түні Асан Қайғының образында өте күшті жақсы сөздерін көрсетіп отырады. Бізде патриоттар бар, бірақ өкінішке орай псевдопатриоттардың дауысы қаттырақ шығады. Олар дауысы аш естіледі, сондықтан да көп жағдайда халық кімнің кім екенін біле алмай, екі ортада көбінесе дүрмекке еріп, жаңағы псевдопатриоттардың артына еріп кетіп жатады. Ондай псевдопатриоттарды өздеріңіз көресіздер, бөліп жүрсіздер. Кім егер мен патриотпын деп айғайласа, соның құлқынның ар жағында ақша тұр деп ойлай берсе болады. Ал шын патриот, шын отан сүйетін адам үндемей отанына пайдалы нәрсені істеп жүре береді. Осындай пікір. 100%. Жалпы адамның өзіне деген баға беру мәселесі жақсы нәрсе емес.
адамға шеттен біреу баға беру керек. Егер мен әрекетімді ғана мысалы түсіндіре аламын, егер мен елдің жалпы назарында жүрген, елдің талқысында жүрген бір мәселеге қатысты әрекет жасасам, мен тек сол әрекетті ғана түсіндіре аламын. Не үшін мен олай жасадым? Бірақ оны мен патриот болғаным үшін жасадым деп айтқаның, бұл қисынға келмейді. Қисынға келмейді, шынымен. Ол бағаны саған адамдар беру керек. Сын жалпы нақты шынайы сыншы халық қой. Жанында жүрген достарың, үйіңде жүрген бала-шағаң, әйелің, сен мағанда мен қызым мысалға сын айтады. Сен бізге сотка ұстатпайсың, бірақ өзің компьютер отырып алып қарайсың деп. Деген сияқты. Жоқ қызым, мен елім үшін жұмыс жасап жатырмын десем қалай болады екен? Деген сияқты әңгіме ғой бұл. Өйткені сын айтуға адамдар құқылы, адам өзінің әрекетін ғана түсіндіруге құқылы, бірақ мына Алекеңнің айтып отқаны бір жағынан әрбір жасаған қадамын патриотизмге балап, соны қайта-қайта жарнамалап, оны көрсету, жалпы соның ішіне жалпы не де кіреді мысалға, мынандай бір садақа трансляциясы, біреуге көмек көрсетудің трансляциясы жақсы нәрсе емес. Бірақ мен өзім көріп жүрген әлеуметтік желіде кейбір кісілердің әрекеті мен үшін қуанышты жағдай. Ондай әрекеттің барын көру бұл жақсы. Бірақ ол әрекет қалай көрсетіледі адамдарға, мәселе сода ғой. Мына көрдіңіздер ма, біз қандай красавчикпіз деген сарында көрсетілсе, ол жақсы емес. Жалпы адам деген кішіпейіл болу керек қой. Бұл өзін патриот деп айту кішіпейілділікке жатқызбаймын мен. Егер сен әрекет жасап, мұны мен есеп ретінде айтып отырсаң, онда жақсы, окей. Бірақ шын мәнінде бұл жерде халықтың шын немесе жалған патриоттарды ажыратуында ғой мәселе. Ол ажырату өте қиын. Ажырату өте қиын. Ол шындықтың куәгері жоқ, жалған нәрсенің куәгерлері өте көп қой. Әрқашанда жалған патриотизмнің жебеушілері де өте көп жан-жақтан. Бұл нағыз патриот деп артынан желді үрлеп қойып, жаңа айтып отыр, топтасып жүреді деп. Көп нәрсені істеуге болады. Шын мәнінде тек қана мысалы сыртқа шығып, мысалы кеше ғана ұмытпасам, бір спортшы қыз таза қазақша сұхбат берем деген екен. Соған журналист келіп алып, қасына тықақтап тұрды. Сен не үшін таза қазақша сұхбат бердің? Сен орыс тілін білмейсің бе? Әлде өзің принципіңе салып қазақша сұхбат бердің бе деген сұрақтың жалпы мәні қаншалықты деп ойлап отырмын да. Ол қыз жоқ, ол сұраққа жауап алса, сонда не шешіледі? Білмеймін ғой, сол не шешкісі келіп тұрғанын білмеймін. Ана жігіт прям ана қыздың үстіне төніп алған. Сен неге олайынан жауап бердің де? Біз көп конспирацияға ұрынамыз осы бар ғой. Патриот болып көрінгіміз келгеннен кейін кейбір адамдар астарлы дүние іздейді. Жоқ, астарлысы жоқ дүниеде астарлы дүние іздейді. Ол да бар да, мысалы, немесе осы жақында сол спортшы қыз ау деймін да? Спортшы емес па? Жаңағы әлгі қыз. Жаңағы спортшы қыз, мен жақында бөлістім, ол айтты, мен қазақша сұхбат бергім келеді, мен тек қана қазақша сөйлеймін, орысша сөйлемеймін деген несі. Бұл адамның ұстанымы. Иә, ол ұстаным. Бұндай ұстанымда жүрген адамдар көбейсе, демек тілге деген сұраныстың ғана артқаны. Бұл жерде астарлы дүние іздеу, немесе бір бәлкім ода комплекс бар шығар, орысша сөйлесе бір жаңылысып, акцентпен сөйлегеннен кейін ұялады шығар ал. Мысалға. Одан бір адам өзінің құқығын іске асырып жатыр. Өзінің құқығын. Егер мен қазір осы жерде отырып алып, мен тек қана орысша сөйлеймін деп айтып отырсам, бұл мен өзім құқығым мысалға. Бірақ мен Асеке, сізде маған орысша сұрақ қойыңыз деп отырсам, уже мен сіздің құқығыңызды бұзып отырмын. Иә, сол сияқты әңгіме ғой. Бұл жерде астарлы дүние іздеудің қажеті жоқ. Бірақ біз айтып отырмын ғой, жаңа әңгіменің арасында айтып қалдым. Біз құндылықтардың жалпы не дейді, жаңағы құндылықтардың ревизиясын жасауымыз керек. Біз үшін маңызды не? Ел, мемлекет. Біз үшін маңызды не? Тәуелсіздік. Біз үшін маңызды не? Ұлттық құндылықтар қандай? Тіл, діл, дін, ұстаным, яғни мәдениет, салт деген сияқты. Қандай салт?
өзіміздің салтымыз бірінші орынымызда. Бірақ басқа ұлттардың да салтына біз ешкімге тіл тигізбейміз. Және жол бермейміз оған деген сияқты құндылықтар болу керек. Мысалы, біз соны түсініп алуымыз керек. Әуелі мынау, екінші орында мынау деген сияқты да. Вот сол кезде біз бұл анау жаңағы өлшем сияқты ғой. Сен кімнің кім екенін түсіне бастайсың. Патриоттың да кімнің нақты патриот, кімнің жалған патриот екенін. Көп патриоттар бар. Біз білетін жалпы. Мен барамда депутат болған кезде көп жағдайға жеткіземін дейді да. Қазір айтпақшы сол жалған уәде берген үшін депутат мандатынан айырылу мүмкін. Біле білсеңіздер. Жақындағы болған өзгеріс. Референдум ба, немесе заңның ба арқасында, егер депутат жалған өзінің сайлаушысына жалған уәде берсе, сайлаушысы барып мандатын тартып ала алады. Вот, жақсы. Бірақ бұл көп демагогтардан құтыламыз да біз. Өйткені сайлаушының алдына келіп, мен сіздерге пәлен нәрсе жасаймын деп алып, өзінің бағдарламасын кейін баратта мен пәленді қолдаймын, мен түгенді қолдаймын деп отырады. Өзінің бағдарламасын оқымаған депутаттар да өтіп кеткен кездер болды ғой. Оны несін жасырамыз? Біреуге жаздырып алған. Жалпы талай адам өзі ұят деген болу керек қой адамдарда. Егер халық саған сеніп отырса, егер халық сенен бір үміт күтсе, егер халық саған бір ой салса, өтініш берсе, ұят болу керек қой бірінші кезекте соған қатысты. Енді Мұхтар Шаханов ақын ағамыздан артық бұл тақырыпты кім айтатынын білмеймін. Мен «Туфли жалағыштар» деген тамаша өлеңі бар. Бәрібір де бірақ Яков Федоровтың жағымпаздық туралы пікірін тыңдасақ деп отырмын. Біздің уақытымыз да таяп қалды. Бізде көп адамдар тек қана ақ пен қараны көреді. Мысалы, бір жақсы адам болса, оған әрқашан тек қана жақсы сөздерді айтады. Тек қана жақсы сөздерді емес, жағымпаздық деген нәрсені көрсетеді. Ал егер адам бір қатені ғана жасаса, оған тек қана негатив болады. Мен басқа мемлекеттерде болдым, мысалы, сұрадым азаматтардан, олар мысалы билік туралы не ойлайды. Олар әрқашан айтады, мысалы, жақсы нәрселер де бар, жақсы істер де бар, жаман істер де бар. Ал бізде өкінішке орай тек қана жақсы немесе жаман нәрселерді біз көреміз. Сол бір нәрсені түсіну керек, әр адам, мен де, сіз де қателерді де жасаған, жақсы істерді де жасаған. Оны біз түсінуіміз керек. Сол егер біз объективті қарасамыз, ол әр адамда осындай қасиеттер бар. Сол менің ойымша осындай тенденция ол дұрыс емес. Өйткені адамдар бір орында болса, ол әрине бүкіл Қазақстан өмірін көрмейді ғой. Және оларға тек қана жақсы нәрселерді айтсаңыз, олар критиканы да көрмейді. Егер тек қана критиканы сынды айтсамыз, олар жақсы нәрселерді де көрмейді. Сол біз объективті болуымыз керек меніңше. Осы орайда тағы бір нәрсені қоса кеткім келіп отыр. Енді депутаттар деп айтып отырмыз ғой жаңа. Бәрімізге жақсы таныс. Мысалы, Мәди Ахметовті сынамаған адам қалмады деймін. Енді қай бір күн осы депутаттар таратылады деген кезде, міне кетіп жатыр деген сияқты посттарды көрдім. Мен енді толғандырған Мәди Ахметовтің өзі емес, сол туралы айтылып жатқан пікірде бізде өзінің жағымпаздығын ашық көрсеткен адам тоқпақтың астына қалады да. Ал үндемейді жағымпаздық жасап жүргендер бар ғой. Үндемейді, талай ісін тындырып жүргендер бар. Бұл жерде де жалпы көп нәрсе араласады. Соның ішінде жалған патриотизм де сол жағымпаздыққа кіріп кетеді. Мынандай жағдай бар да, өз басымнан өткен оқиғаны айтып берейін. Өйткені адам өзінің жасаған қатесінде ғана үйрене алады да. Фамилиясыз жалпы. Менде өмірімде мынандай жағдай болған. Мен ол кезде жап жасыл студентпін. Бір үлкен кездесу болады. Сол үлкен кездесуде мен бір атрибутты келген қонаққа сыйлаймын. Келген қонаққа сыйлауым керек. Өзім енді ол кезде жастар комитет төрағасымын оқу орнымның.
және бір белгілі бір енді сөйлейтін сөзімді ішімде дайындап отырсам, үлкен кісілер келіп маған, сен сол кісінің жерлес екеніңді айтсайшы дейді. Жаңағы. Мен айтамын, бұл ұят емес пе, қалай? Причем тут жерлес, и мен беріп отқан сыйлығым. Екеуі вообще қиыспайды. Мен оған жерлес болған үшін беріп отқан жоқпын. Да, вообще не в тему, да, жалпы. Содан кейін жаңағы қоймайды. Сосын егер орай келсе, онда көрейік дедім да. Құтылайыншы деп ана кісілерден. Жаңағы ішімде бір өтіп кетер, көп сөйлетпейді шығар маған деп өзімді жаңағы жұбатып отырмын ғой. Бірақ айтқым келмеді, өйткені бір рас мына жағдайға қисыны келмейтін сөздерді. Сосын жаңағы кездесу өтіп жатыр, сөз сөйлеп жатыр азаматтар. Содан кейін менің кезегім келеді, мен тұрып, жаңағы мен мынандай бір сіз бізге келгенсіз, мынаны сізге сыйлық деп беріп отқаннан кейін, жалпы ол кісі ашып қарап, жаңағы сөйтіп отқан кезде, жаңағы қонағымыз. Мен жанымдағы бастықта мен кәдімгідей бүйтіп столдың астында аяқпен теуіп, не алсашы деген сияқты. Сөйтіп мен айтамын ғой, жаңағы қоймағаннан кейін. Бірақ іште айтқым келмеген. Енді түртіп отқаннан кейін, енді сіздің жерлес екеніңізді мақтанамын деп айттым да. Сол кезде. Ол жаңағы қайдан, орай келді негізі айтуға. Қайдансың, қай жерденсің, Арыс қаласында тұрамын, бірақ дегеннен сіздің жерлесіңізмін, сонда туылған, мақтанам сонымен деген кезде. Қай облыс сонда? Құпия болмаса жарайды, атын айтпай қойыңыз. Оңтүстік. Иә. Мен Шымкентте оқыдым ғой, жоғары оқу орнында, сол жерде. Туған жерім Алматы облысы. Сөйтіп жаңағы... Сол туған жеріңіз сұрап отыр. Иә, Алматы облысы Қаскелең. Сөйтіп жаңағы ол кісі қарап тұрған кезде маған қарады, күлді. Сосын, сендер шымкентскийлер сөйтесіңдер деді. Зал күлді. Мен жаман болып қалдым. Қатты жаман болып қалдым. Неге? Өткені мен ол сөзді айтқым келмеді. И шынымен де орынсыз екен барлығына көрініп, бұл кісі соны байқағаннан кейін, мен іштей бір түрлі дұрыс қылғы жасамадым ба деген іштей сондай жағдайда болып қалдым. Бұл мен үшін, мен сол сәтте сондай қате жасағаныма риза болып тұрмын қазір. Өткені бұл қате менің болашақ өмірімдегі деген ұстанымыма өте үлкен әсер етті. Мен содан қандай сабақ алдым? Егер сен сол сөзді жаның айтқың қаламаса, жаның қаламай тұрса, айтпау керек. Егер сен сол ұсынылған дүниемен келісіп тұрсаң, қалап тұрсаң, егер іштей сенде бір арыңмен жалпы қарсылық болмаса, онда айта бер. Бірақ жаның келіспеген сөзді сен аузыңнан шығармауың керек. Бәлкім Мәдидің жағдайында осындай бір оқиға бар шығар деп ойлаймын. Оны мен сынай алмаймын, өйткені адамды сынау үшін сен сол адамның аяқ киімін киіп, соның жолын өтіп шығуың керек қой енді. Бірақ кейде жастықпен жасалатын қателіктер де болуы мүмкін. Жоққа шығармау керек оны. Адамда тәжірибе болмағаннан кейін, бәлкім ол білуі де мүмкін шығар, бірақ жас болғаннан кейін, бәлкім бұған сенгеннен кейін адам сондай жағдайға баруы мүмкін. Осы орайда бір сұрақ қойайыншы. Мысалы, Мәди сол уақытта ол сенді сол нәрсеге. Мен солай ойлаймын. Шын ол мен жағынайыш деп айтпаған болар мүмкін. Ол шын мәнінде сенген шығар. Сол жүйеге сенді, сол елбасыға сенді, сол айтып тұрған нәрселердің барлығына ол сенді. Сосын айтты. Енді өз басыңыз мысалы, сізді де мақтайды, жаңағы Фейсбукта молодец, жаңағы көп нәрсе істеп жатсың деген нәрсе. Сол кезде маған да жазады сондай нәрселер, сосын былай басталады жазғанның бәрі. Бұл жағымпаздық емес деп басталады да сөйлемнің барлығы. Сіз бола ма сізде бір айыра аласыз ба? Жазғаны ол жағымпаздық па, жоқ шындықты айтып тұр ма? Мен ондай өзіме мақсат қоймаймын. Мен өзімді ондай дүниеден қалай сақтаймын және қалай емдеймін білесіз ба? Мен әуелден кішкентайымнан өз-өзіме ұнамайтын адамым да. Өзімді қатты сынайтын адамым. Бәлкім мені сырттан олай сынамайды шығар адамдар. Мен өзімді қалай сынайтынымды іштей. Мысалға, сондықтан мен ондай нәрсеге былай қараймын. Да нет, не может быть. Қазақша білгеннен жазып жатқан шығар.
жоқ, мүмкін емес деп қараймын да. Бұл бірінші әрекет жалпы бала кезден пайда болған. Бұл жерде астарында психологиялық көп травмалар бар негізі. Бұл бұндай көзқарастың астарында. Бірақ екінші әрекет ол критика. Маған осы марқұм жақында қайтыс болған, иманды болсын, Амангелді Айталының бір сұхбатында айтқан әңгімесі қатты ұнады. Ол кісі бір сұхбат берген кезде жаңағы Әйгерім Сейфоллаева деймін сұрақ қойған Астана арнасында. Біз білмейтін Амангелді Айталы қандай деген сұраққа сіздер білмейтін Амангелді Айталы өте жаман депті. Өйткені әр адам өзін жақсы таниды. Және қандай комментарий келсе де сен іштей өзің косяктарыңды біліп отырасың ғой. Сол үшін сол косяктарға сен көбірек назар аударуың керек та. Мәселе сода. Мен өзім солай сақтаймын. Рас қой, өзіңмен алысуың керек қой. Өйткені ал енді жағымпаздық деген дүние келетін болсақ, қазіргі жағдайда біз шынайы көңілмен жағымпаздықты айыра алмай қалған сияқтымыз. Өйткені сіз дұрыс айтып отырсыз, кейде мысалы сіз біреуге өзіңіздің өнеріңізбен, ойыңызбен, сөзіңізбен ұнауыңыз мүмкін. Бірақ сондай ұнату әрекеттері көбейіп кеткеннен кейін, шатасып кетесің. Сен кәдімгідей шатасып кетесің. Сосын егер мына жағымпаздықты бір қоғамдағы тенденция ретінде қарайтын болсақ, мен ойлаймын қауіпті дүние. Өйткені жағымпаздыққа бір қадам жақын тұрған адамдар сатқындыққа 2 қадам жақын. Рас, ол рас. Өйткені ол жалпы жақында мына Ресейде соғысқа қарсы шыққан бір оқытушыны Санкт-Петербургте жұмыстан шығарыпты. Сонда формулировкасы мынандай болған. За аморальные взгляды. Мораль мен аморальдың мағынасын қарайтын болсақ, аморальный деген сөз ол сенің арыңа жат дүние жасағаның үшін, яғни көпшіліктің енді түсінігі қалай, жалпы біз қолдауымыз керек, біз мемлекет деген сияқты көзқарас қой. Ол көзқарасқа адамның қарсы шығуын аморальды болып көрініс тапқан сияқты да көпшілікке. Бірақ бұл кісіні кәдімгі студенттер жақсы көріп, шығарып салып отқан жағында ол кісі тұрды да сөз сөйледі. Жақсы сөз айтты, мынандай сөз айтты. Мен үшін моральный әрекет, менің моральыма жақын, яғни арыма жақын әрекет адамдық қасиеттерде қалу, адамдық қасиеттерді қолдау. Мен үшін адамдарды өлтіру немесе сондай сияқты қылмыстарды жасау, ол адамның арына сай келмейтін дүниелер. Менің арыма сай келмейтін дүниелер. Егер мен арыма қарсы жоқ, мен бәрібір осыны қолдаймын деп жүретін болсам, мен үшін сол аморальды дүние. Яғни мен үшін сол аморальный, яғни менің арыма қарсы әрекет болар еді. Сол үшін мен арыма сай, арымның талабына, арымның алдында адал әрекет жасадым деп есептеймін. Және менің жұмыстан кетуім ол аморальный емес, моралім үшін кетіп жатырмын деген сияқты әрекетін түсіндірді. Вот біз түсініп алуымыз керек. Жалпы көңіл білдіру және жағымпаз болудың айырмасы жер мен көктей. Жағымпаз болу аморальды дүние. Аморальды дүниеден біз аулақ болуымыз керек. Егер біз жалпы дені сау қоғам болғымыз келсе, егер біз жалпы дамығымыз келсе, біз аморальды дүниелерден арылып, моральға жақын болуымыз керек. Әркімнің өзінің шындығы, өзінің моралі бар ғой. Бірақ жаңағы мен айтқан қоғамдық құндылықтардың ішінде сол мораль да бар. Біз соған қарап өз әрекетімізді жасауымыз керек сияқты. Түсінікті. Мәке, көп рахмет. Жақсы әңгімелестік. Уақытымызда сіздерге рахмет. Біз ондай
қысқа болса да көп нәрселердің басын шалып жақсы жауаптар алдық деп ойлаймын. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Иә, құрметті көрермен, біздің YouTube каналды қолдаңыздар, тағы да айтып кетейін, осы мүмкіндікті пайдаланып. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және жазылыңыздар. Парадокстың алдағы сандары бұдан да қызық болады. Бүгін де өте қызық болды. Сондықтан көбінесе бізге жазады, неге әншілерді шақырасыңдар, неге әншілердің енді барлық өмірін зерттеп алдық қой деп. Сіздер ұсыныңыздар, біз шақырамыз. Иә, міне әнші емес келді. Кім қызық сіздерге? Әнші емес, бір тұлға келді. Көрейік қанша адам көреді екен, қолдайды екен. Жалпы дискуссия болу үшін барлық өмір, жалпы халқымыздың, қоғамымыздың барлық страталарымен пікір алмасу керек қой. Әрине, иә. Сондықтан ән айта алмаймыз енді, бірақ айтатынды шығарсыз. Бақыт көрсеңіз. Жоқ, мен тап осы ән өнерінен өте алыс адаммын. Фото өнеріне жақынмын. Есесіне Мәкең Жайдарманда ойнаған бір кезде. Өзім әріптесім. Иә, Перизатта ойнаған. Көп-көп рахмет. Бізде бүгін қонақта болған қоғам белсендісі Максим Рожин. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет сіздерге. Күшті нәрселер айттыңыз.